бәкеше өзіңді айтып отырсың ғой, прогресс бар ғой, бар. Бұрынғы сайлаудағыдай емес, наблюдательдің де көбі, оппонентің де мойындап жатыр. Айна бұл атыңды бәйге қоссаң да, бәйгесіне риза емес адамдар, недовольный адам. Қашан ол қай уақыттан болатын нәрсе. Саяси процесс түгіл, жай ғана ат бәйгесін өткізсең де солай. Ал енді осыған байланысты бейт-көк бөлеп тоныңды отқа жағып деген сияқты ал алаңға шықтық дейік. Кім алаңға шығып, кім төңкеріс жасап мұратына жетті? Қай ел төңкеріс жасап өзі отырған бұтағын өзі аралайды? Ол Әблязов ішіне ол қан қатып қалған адам. Ол кегін алу үшін ешкімнен ештеңеден аянбайды. Өзі айтқан қырғыздың революциясын мен жасадым, Қазақстанға әсер ету үшін деп. Сонда қаншама қанды мойнына жұтып, қаншама жетімді, қаншама сынған тағдырларды мойнына алып, осы күнәсін айтып отқан адамнан жақсылық күтіп отқан ағайынға мен таң қалам. Әрине қыжыл бар. Кредитін жаба алмай жатқан елдер бар. Үйін, күйін, жағдайын жасағысы келіп жатқан елдер бар. Бірақ ол Әблязовтың айтағымен шешілмейді. Ана жерде тұрған полицияда біздің бауырларымыз көз жөтендеп тұрған жерде. Ал алаңға шығып жаңа жерде эмоцияға беріліп жатқан менің ұлдарым мен қыздарым. Екеуін қағыстырып жатқан осындай бір қасіретті жағдайға итермелеп отқан осы трагедияға беріліп қою деген ағайын ол өте қиын қасірет. Тоқаев айтты ғой, старые проблемы, новые решения деп. Біз мұрса берейік. Тәуелсіздіктің екінші тестированиясы, екінші емтиханы басталды. Жаңа дәуірге өттік. Назарбаев дәуірі өтті, өзінің тиесілі шаруасын бітірді, астанасын салды, бүкіл әлемге танытты, басқа болды. Бірақ Қазақстан сияқты елге сыртпен қарым-қатынас жасайтын дипломат керек екенін біліп отырсыздар. Енді осы нәрсенің бәріне мұрса беру үшін бізге қазір ақыл, сабыр, мынау тарихи таным, осының бәрін терең түрде, зерделі түрде түсінетін бізге бір қазақтың ұлағатты бір тектілігі қажет. Болды.